Сәлем, бүгін мен сізбен ақша жинаудың универсал формуласымен бөлісетін боламын. Осы формуланы қолдану арқылы сіз өзіңіздің қаржылық мақсаттарыңызға жетесіз деген үміттемін. Бүгінгі біліміңіз сізге қайырлы болсын. Ендеше бастайық. Мысалға, егер сіздің табысыңыз 300 мың болатын болса, немесе сіз пособие алатын болсаңыз, декретте ғана болсаңыз, жолдасыңыз табыс табатын болса, бірге қосқан кезде 300 мың табыс деп алатын болса, осы 300 мың табысты біз қалайша жинаймыз? Бірнеше бөліктерге бөліп жинаймыз. Яғни сізге мына жерге 5 бөлікке бөлу керек. Бірінші 10%-ын біз міндетті түрде қорға жинаймыз. Яғни бізге міндетті түрде бұл ақшаны, яғни 30 мың теңгені инвестицияға салу керек. Енді 10%-ын, 10%-ын 30 мың теңгені сізге қауіпсіздік жастығына салу керек. Яғни сіз міндетті түрде 3 ай, 6 ай жұмыссыз болған жағдайда, декретке шыққан кезде, мысалы баланың пособиесі жетпеген жағдайда, сіз осы жинаған 10%-ын, яғни 30 мыңдап жинаған 6 ай жинайсыз ба, 1 жыл жинайсыз ба, сізге сол ақшаңыз 3 ай, 6 ай жету керек. Мысалға, сіз 30 мыңнан 10 ай жинайтын болсаңыз, сізде 300 мың қорда болады. Яғни қауіпсіздік жастығы, подушка безопасности. Ендігі 15% міндетті түрде өзіңіздің дамуыңызға жұмсауыңыз қажет, яғни жинауыңыз қажет және жұмсауыңыз қажет. Мысалы, бізде 15%-і 45 мың теңге. Осы ақшаны сіз ай сайын өзіңіздің дамуыңызға жіберуіңіз керек. Мысалға, сіз курс алғыңыз келеді делік. Сол курсқа сіз ретро-срочкаға алмай-ақ, осы ақшаңызды жинап, 3 ай жинайсыз ба, 6 ай жинайсыз ба, сол ақшаңызды пайдалансаңыз болады. Яғни дамуға, білімге. Мүмкін кітап алуға жібересіз. Ендігі келесі 45% бұл біздің шығындарымыз. Яғни сіздің өзіңіздің әр этапта, яғни ақша табыс тапқаннан кейін, оны қолыңызға алғаннан кейін міндетті түрде шығындарыңыз болады. Сол шығын сіздің табысыңыздың 45%-ын құрауы қажет. Егер осы сума 45%-ын сіз жұмсап отыратын болсаңыз, және қалған сумаларды тап осы формула арқылы жұмсап отыратын болсаңыз, жинап отыратын болсаңыз, сіз міндетті түрде қаржылық сауаттылыққа бір қадам басасыз. Келесі бізде 20% сіздің кредит рассрочкаларыңыз болса, сол сума 20% құрау керек. Яғни 300 мыңның 20%-і 60 мың теңге. Осы 60 мың теңге сіздің кредит рассрочкаларыңыз осы сумадан аспау керек. Егер ол асып кеткен жағдайда, сіз бұл формуланы кішкене корректировка жасауыңызға болады. Осы формуланы қолдану арқылы сіз міндетті түрде қаржылық сауаттылыққа қадам басып, өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды реттейсіз деген сенімім мол.